Внимание! Говорит Москва. Германские войска напали на нашу страну. Сұм соғыс талай өмірдің астан кестеңін шығарды. Мыңдаған баланы жетім, ананы жесіретті. Үйіне, еліне оралған бар, оралмай талай жоғалған бар. Аллаға шүкір, біздің атамыз Қаппас Исмағұлұлы аман есен оралғандар қатарында. Толарсақтан қан кешкен қиын күндерін еске алып, көзіне ерік беруші еді. Енді атамыздың өмір баянына көз жүгіртсек. Әли Акбаров Қаппас Исмағұлұлы 1918 жылы Қоскөл өзені маңындағы жайлауда дүниеге келген. Жастайынан талай нәубетті көрген. Отбасымен ашаршылық жылдары оңтүстікке қоныс аударған екен. Онда да икемге келер деген балаларды жинап, еңбекке салған. Ашаршылық жылдары балалар үйінде өскен атамызды осы тұста ағасы Ыдырыс бауырына басады. 1937-де Шымкент ауыл шаруашылық техникумына оқуға түсіп, 1939 жылы Украинадағы Коломия қаласынан әскер қатарына шақырылады. Соғыс басталғаннан ақ Қаппас Исмағұлұлы бірнеше мәрте тұтқынға түсіп, Житомирдегі және Бредачевтегі орналасқан лагерлердегі аштықтарды көрген. Сонда да мойымай партизан қатарына қосылып, НКВД полковнигі Дмитрий Медведевтің жетекшілігіндегі жеңімпаздар барлау және диверсиялық тобына кіреді. Жауғаруының түрлерін жою жұмыстарын және фашистердің әскери іс-қимылдарын зерттеп, өзінің тәлім алған ұстаздарын атап айтар болсақ, Кузнецов секілді атақты барлаушының мектебінен өткенін абыроймен арқалап жүрді. Халықтың тоналған астығын, малдарын халыққа қайтарудағы еңбегі ұшан теңіз. Сол кездегі неміс партиясының лауазымдысы атақты Эрич Кохтың Ровно қаласындағы үйіне шабуыл жасау мақсатында алдын ала барлау іс-қимылдарының алдыңғы қатарында болған. Сарбаздар қатарын толықтыру мақсатында елде жүргізілген үгіт-насихат жұмыстарында да белсене араласқан. Қаппас Исмағұлұлының жүрек жарды сөздерінен кейін, үлгі тұтарлық істерінен кейін 120-130-ға жуық қарулы сарбаздар қатарға қосылған. Қаппас ата Ровно мен Люцик арасын жалғайтын темір жолда орнатылған миналарды залалсыздандыру жұмыстарын атқарған. Бірде Қаппас Исмағұлұлы құрамында болған отан қорғаушылар қатарына сол кездегі неміс әскері шабуыл жасаған екен. Құрам басшылығының біліктілігінің, көрегенділігінің арқасында фашистердің бұлысы жүзеге аспапты. Қаппас аға осы құрам қатарында пулеметші болған екен. Өзінің тәжірибесінің, білімінің арқасында сол шабуыл артиллериясының көзін жойып, сан солдатты аман алып қалған екен. Соғыс аяқталар алдында 1945-тің 30 наурызында Қаппас Исмағұлұлы белінен жарақат алып, денсаулығына байланысты қызметінен босатылып, елге оралады. Отау құрып, еңбек етіп жүріп, Ыдырыс ағасының кеңесі бойынша 1949 жылы туған жеріне, яғни Қарсақбай кентіне қайтып көшіп келеді. 1950 жылдары Жезді кентіне көшіп слесарь болып еңбек ете жүріп, шопырлықтың оқуын оқып, сол жылдары Жезқазғаннан Жездіге жүк тасып күнелтіп жүрді. Кейіннен ақша тасып, бухгалтерия саласында инкассатор болып та еңбек етті. Талай қызметтің басын шалған әкеміз өзі туған жерінде де еңбек еткен, еліне де абыройлы болды. Төрт жыл соғыстан, 5 рет отадан аман шыққан атамыздың әзиз жүрегі 2001 жылы соғуын тоқтатты. Қайсарлықтың, ерліктің нышаны болған Қаппас атамыздың ерен ерлігі ұрпақ жадында мәңгі сақталары сөзсіз.
победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом в травах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.